Қайырлы күн достар. Бүгін біз өте оңай дайын болатын үй жағдайында торт жасайтын боламыз. Егер балдарыңыз аяқ астынан торт деп сұрап жатса, осы тортты істеп берсеңіздер болады. Тез дайын болады. Мен 5 жұмыртқаны қант қосып жақсылап миксерлеп алдым. Қанттың бәрін бірден салмай, екіге бөліп жақсылап миксерлеп аламыз. Яғни біздің массамыз ағарып көпіргенше 2 есе ұлғаюы қажет. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің массамыз әппақ және 2 есе ұлғайғанша мен осылай миксерлеп алдым. Миксерлеп болғаннан кейін ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды қосып, екеуін араластырып, електен өткізіп қосамыз. Сәл мен жартай қосып отырдым. Өйткені біздің массамыз тым қою болып кетпеуі қажет. Егер менің видеомды көріп отырсаңыздар, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Және менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Дайын болған массамызды формаға құйып, 200 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Бізде осындай әдемі пирог шығады. Мен қаймақ пен сметана қосып, крем жақтым ортасына. 3-ке бөліп, осылай сәндедім. Сәнде өз қалауларыңызда кремі де өз қалауларыңыз бойынша істейсіздер. Мен осылай тез дайындап бердім. Көргендеріңізге рахмет, ас болсын.